әркімнің жүрегінде әр нәрсе бар. Сол жүрегіңізді тәрбиелемей бұл өмірдің бақытын таппайсыз дегім келеді. Мына ішті. Сыртыңыз әркім әр нәрсе болуы мүмкін. Біреулер сол үшін айтып жатыр ғой, мен ана намазхандарды көрем, өтірік айтады, мен намазхандарды көрем, ондай. Оның сырты ғой ол сондай, оның ішін жарған жоқсың ғой, оның іші иманға толмаған адамды жолықтырып атқан шығарсың, қайдан білесің? Тіпті келгенде ол қарапайым адам ғой ол. Намаз оқыды деген сөз ол періште болды деген сөз емес. Намазды ол сен үшін оқымайды. Намазды өзі үшін оқиды. Өзі және Алла үшін оқиды. Мүмкін ол пендешілік жасап, бір жерде сараңдық жасады, қорқақтық жасады, тағы не, сондай бір нәрселер жасады. Ол адам ғой өйткен. Ол адам, қарапайым адам. Намаз оқи салысымен ешкімнің арқасына қанат бітіп, анау реңсіз болып, әдем болып, періште ұшып кетпейді ғой. Сіз оны түсінбедіңіз ғой. Намаз бұл ол кісінің әрекеті, бірақ сол әрекетті егер ол адам өзінің қоршаған ортасын, өзінің ішін түзетумен айналыспаса, мына іші ондай нәрсеге толмаса, ол мына жолдан адасып далаға қашады, шығады. Уақытша шығар оның оқыған намазы да, оның барлық сыртқа оранған исламның бәрі уақытша, сәлден кейін бұрқ ішіндегісі, ана ішіндегінің бәрі сыртын бәрін ақтарып шығарып тастайды. Және керісінше, егер сіз ішіңізге Алланы толтырсаңыз, сіз ішіңізге сон нәрсені толтырып шынай жүректен қаласаңыз, сыртыңыздың бәрін өзгерте аласыз. Сырттың өзгеру ол дым емес. Уақыты сәті келген кезінде 1 секундта, 1 минутта өзгересіз. Бірақ ішіңізді толтырмай, бұл әлем өзгермейді.